Алисаның достары бұл оқиғаны әлеуметтік желіде белсенді талқылап, оны бүкіл әлем білгені таңғаларлық емес. Оқиға былай орын алған. 16 жасар қыз мектепке бара жатқан жолында қоршаудың ар жағынан қыңсылаған дауысты естіген. Оған қарап қалған кезде қорқыныштан қатып қалған. Сөйтсе шөп үстінде кішкентай күшік жатыр екен. Оның кішкентай болғаны сонша оның жүні әлі де сілекей мен қанмен тазаланбаған. Соған қарағанда адамдар оны дүниеге келе салысымен жол бетіне лақтырып кеткен секілді. Мұндайды істеуге кімнің ары барады деген қыз күшікті кофтасына орап, жақын жердегі ветеринар клиникасына қарай асығады. Алайда ветеринарлар күшікті алып келгенде, қызға ол жерге барып тағы да тексеріп көр дейді. Егер бұл жаңа туылған күшікті тастаса, демек басқа күшіктерді де тастаған. Бәрі ветеринар ойлағанда екен. Алиса клиника қызметкерлерімен бірге оралғанда супермаркеттегі пластикалық пакетті көреді. Ішінен 4 күшікті тауып алады. Алғашқы күшік өліп үлгеріпті, ал қалған 3-еуін дереу арада клиникаға алып кетеді. Осылай күшіктерді өз бақылауына жануарларды қорғау ұйымы алады. Ал күшіктерді сыртқа тастап кеткен адамдардың үстінен іс қозғап, полицейлер оларды іздеу жұмыстарын жүргізуде. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар